Ассалаумағалейкум ағайын, эфирде сөз сұраймын ток-шоуы телехабардың тізгіншісі мен Жанбота Рахметуллаұлы. Ал Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа арнаған жолдауында 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Бүгін біз стратегиялық құжаттағы басым бағытта талдаймыз, болашағын бағамдаймыз, бүгінгісін аңдаймыз. Төлеуұлы, аймағымызда осы жұмысшы мамандықтарға негізделген шараларға көңіліңіз тола ма? Басқарма тарапынан болсын, жалпы қандай кемшілікті сіз депутат ретінде, халық қалаулы ретінде көзбен көріп жүрсіз? Негізінде мемлекет басшысы уақытылы осы биылғы жылды жұмысшы мамандық жылы деп дұрыс қабылдады. Дегенмен біраз айтатын болсақ, осыдан бірнеше жылдар бұрын қазіргіздің өзінде мысалы төтенше жағдай жариялауға расында да сондай қауіп келіп тұрады. Негізінде ауыл шаруашылық саласында элементарно айтатын болсақ, трактор жүргізушісі мысалы жаңағы агроном дейді, мысалы солардың өзі жетіспейді. Сондықтан біздің кәсіпкерлер, мен өзім Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының басшысы болғаннан кейін, жаңағы көптеген кәсіпкерлер бізге өздерінің наразылықтарын айтады, шағымдарын айтады. Мысалы, басқа мемлекеттен даже мәжбүр болады, заңның өзін бұзып тұрып, сондай жұмыскерлерді тартуға мәжбүр болып тұр қазіргі кезінде өзінде. Бұл тек қана жаңағы ауыл шаруашылық саласында емес, бұл құрылыс саласында бар ондай салдар. Және де жаңағы өндіріс саласында, өңдеу саласында да бар. Негізінде де былай айта кетейін деген, мемлекет басшысы бізде халыққа жолдауында жолдағаннан кейін тек қана мынау сервистік қызмет көрсету саласында емес, жаңағы ресторан мындай, а именно бізде осы іргетасымызды қалап тұрған, біздің экономикамыздың іргетасын қалап тұрған жаңағы өңдеу, өндіріс, ауыл шаруашылық саласына даярлау, сондай жаққа кірісу керек негізінде. Және де ең бастысы бұл жерде жаңағы жұмысшы мамандықтардың жастар арасында престиж жоқ, айтқан кезде. Көбісі көп балалар, жастар, енді соответственно жаңағы адами ресурс болмағаннан кейін ол жұмысшы мамандықтарды қайналастырып мысалы. Сондықтан бұл жерде айта кетейін, жергілікті жаңағы біздің әкімшіліктер, жергілікті жаңағы білім басқарма, беру басқармасы мысалы, олар 9-шы сыныптан кейін балалар егер де нашар оқитын болса, оларды жаңағы мектептің ережесіне байланысты 9-шы сыныптан кейін колледжге ауыс деп, сондай мәжбүр бар ондай. Ата-аналар олтары тұрғыда тоже өздерінің наразылықтарын білдіреді, бірақ та ол дұрыс емес, жаңағы әкімшілік ресурсты қолданып нетіп отқан. Негізінде бұл жерде жұмысшы мамандықтың престижін көтеру керек. Мәртебесін арттырып, идеологиялық тұрғыда жаңағы насихаттау жасау керек. Жастар арасында, ата-аналар арасында. Кезінде мысалы есіңізде ғой өзіңіз, жай элементарно шопырдың өзі келсе үйге қонақ болып, біз төрге шығарып жүрдік. Шопыр адам жүргізуші келді мысалы, төрге шығыңыз, жол жүріп кетіңіз деп. Ал қазіргі кезде ондай жоқ мысалы. Мен мысал ретінде айтайын. Сондықтан жаңағы ең бастысы мәртебесін көтеру. Жұмысшы мамандықты. Көп басып айттыңыз. Бізде ауыл шаруашылық бағытында оқытатын 8 колледж бар ауылда. Барлығы сол мамандармен де қамтылған қажетті мамандықтарға да оқытады. Оның ішінде биыл статистикасын жаңағы шығарасыздар, оқытасыздар, стипендиясын алып кетеді мысалы. Негізінде мен уже 5 жылдан астам осы талапты қойып келе жатырмын. Егер де ол жаңағы мемлекет тарапынан грантовый система арқылы стипендия алып колледжде оқыса, міндетті түрде еңбек кодексін бұзбай отырып контрактқа отыру. 3 жыл, кем дегенде 3 жыл өз мамандығы бойынша сол салада жұмыс істеу керек деп. Соның өзін әлі күнге шейін істемей отыр. Жаңағы қазіргі кезде министрлік қалай деуші? Министерство просвещения. Нормативтік құқықтық құжаттарда ол көрсетілмеген. Ағарту министрлігі соны қолға алмай отыр. Соны алса, сол кезде кішкене бізде кадрлар көбейіп жүрді сол салада. Былай қарасаңыз, жерде оқиды да балалар мысалы қазіргі кезде. Статистикалық тұрғыда олардың 100%, даже 50%-ның өзі сол мамандыққа барып жұмысқа тұрмайды, істемейді. Олар басқа салаға кетіп қалады. Жаңағы жеңіл ақша табу мысалы. Блогерство дей ма, қазіргі кезде жаңағы официант болып кете ма, даяршы болып жаңағы қызмет көрсету саласына, сондай моменттер бар.
өкінішке Ол орай. рас. Енді ол рас, бірақ біз жаңағы кәсіпорындармен жұмысқа осыны қолға алып жатырмыз. Көбінесе бізде мынау ірі кәсіпорындармен қаланың колледждары жұмысшы мамандықтар дайындауға дуалдық оқыту жүріп жатыр да, ауылда жерлерде көптеген мысалы Нұра, Қарқаралы, Ақтоғай аудандарында жеке кәсіпкерлермен де жұмыс істеп жатыр. Қазіргі кейінгі жылдары биыл оны біз талап қойып отырмыз. Жаңағы балалардың бәрі 90%-ға дейін, 85%-ға дейін жұмысқа тұратын, сол жерде қалатындай, сіз сол жердегі жергілікті кәсіпорындармен жұмыс істеңіздер, меморандум отырыңыздар, жаңағы мақсатты селевой госзаказ дейді ғой, мақсатты мемлекеттік тапсырысқа келісім шартқа отырыңыздар да орналастырыңыздар деп. Әрине өкінішке орай жалғыз емес, басқа мемлекеттік құзыретті мемлекеттік органдармен бірге жұмыс істеу керексіздер. Мысалы, жастар саясаты бар, жаңағы не әлеуметтік саланы жақсарту мәселесі бойынша жұмысшы мамандығын таңдап сол жерде жұмыс істеу үшін оған әлеуметтік жағдай жасау керек. Мысалы, ең бастысы мектеп болу керек. Көптеген ауылдарда мысалы қазір мектептер жабылып жатыр. Мысалы, балабақша жоқ, баласын апаратын. Ертең ол енді семья құрады ғой, ертең үлкейеді ғой, өседі. Сол кезде баратын жаңағы клубы жоқ, мәдени тұрғыда. Түсінесіз, сондай жағдайлар жоқ мысалы. Енді ол жергілікті әкімдіктердің құзыретінде. Ол болмайды. Біз өз тарапымыздан тастаған, футбол ойнаған олар болмайды. Сіздер бірігіп солармен жұмыс істеу керексіздер. Ол сіздердің құзыреттеріңізде. Бірігіп жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, Американың өзінде, Құрама Штаттардың өзінде мысалы бір адам тұрса, бір адам мына көшеде, соған арнайы жаңағы тротуар салып береді. Мына адам сол мектепке барады, мына жерден энергия үшін. Соған арнайы жағдай жасап береді. А бізде нормативтік құқықтар бойынша жаңа өзіңіз айтыпсыз, бір 20 адамнан 20 оқушыдан саны азайса, уже 9-шы сыныптың өзі жабылып қалады. Ол дұрыс емес қой. Мысалы. Тұржан Хамитұлы, еңбек мобильділігі орталық тарапынан қандай жұмыстар жүргізілді? Еңбек мобильділігі орталығынан бүгінгі таңда Қарағанды облысы бойынша ол 2023 жылдан бастап жұмысын жасап жатыр. Жаңағы жұмысшы мамандықтар бойынша жаңағы айтып кеткендей 2024-2029 жылдарға еңбек нарығын дамыту тұжырымдамасы бекітілген болатын. Бұның ішіндегі жаңағы жас мамандар бүгінгі таңда Қарағанды облысы бойынша 13 мыңнан астам әртүрлі мамандықтармен жастар бітірген болатын. Міне жаңа әріптестеріміз айтып жатыр ғой, оның бәрі жұмыспен қамтимыз. Бүгінгі таңда жастар практикасы деген бар, 35 жасқа дейін. Қазір бүгінгі бітіріп жатқан түлектерге бүгінгі таңда осы Қарағанды облысы бойынша бізде 1000 жұмыс орны жаңағы жастарға деген. Но бірақ та жұмыс берушілер бүгінгі таңда 12 мыңнан астам әртүрлі мамандықтарға, жұмысшы мамандықтарына орындар берілген болатын. Бүгінгі таңда осы сіздер жаңа колледж бітіргендерді, жоғарғы оқу орнын бітіргендер мамандарды біз шақырып, бүгінгі таңда мысалы 700-ге таманында соны жұмысқа жібердік. Қалғанына звондап шақыртып жатыр. Бүгінгі таңда жұмыс берушілер жаңағы жүргізушілер болсын, дәнекерлеушілер болсын, жаңағы төтенше жағдайлары болсын да. Мысалы сіздер төтенше жағдайлар. Ол кісілерге де бүгінгі таңда біз жылдың басынан бастап жәрмеңке өткіздік, жаңағы жұмысшы мамандық ретінде Политех университетінде өткіздік, Каргуда да өткіздік, колледждарда да өткізіп жатыр бүгінгі таңда. Сол мамандықтарды сіздерден әрекет болса, осы жерде студияны пайдаланып айтып кетейін деген ғой. Сол мамандарды бізге осы мемлекеттік бағдарламамен жіберіп, жаңағы өзіңіз айтқандай 3 жылға дейін келісім шарты бар олардың. Ол кісілер келеді де жай қолдарын қойғызады да кетеді. Ол кісілерді мына жерге жұмысқа бар. Мына жерде мемлекеттік мекемеде жұмыс орын бар. Мына жерде жеке кәсіпорындарда бар, үлкен заводтарда да бар, үлкен шахталарда да бар. Сіздердің оқытып бітіріп жатқан түлектерге арнайы жұмыс орындары. Соларға сіздердің тарапыңыздан кішкене сол жастарды бұрып бізге қарай осы жерде бар, осы жерден жұмыс табатын деп айтып кетсеңіздер де солды жақсы болар еді. Бағыттау жұмыстары сонда бәсең бе? Бүгінгі таңда сол жаңағы біздің өзіміздің жаңағы еңбек мобильділігі орталығында жаңағы айтып кеткенде 13 өзіміздің филиалдарымыз бар, қала аудандарда. Бұл жерде бүгінгі таңда қысқа мерзімді оқытуларға оқытып жатыр. Бүгінгі таңда жұмысшы мамандық болғандықтан жаңағы Ақтоғай болсын, Нұра болсын, Қарқаралы болсын, әрбір жерде жаңағы тракторист мамандықтарын оқытып жатыр да. Ол жерлерде ол жай ғана оқытып шығарып салу емес бізде. Ол жаңағы жұмыс берушінің талабы бойынша. Бұл жерде 4 жақты келісім шартқа отырылатын болады. Келісім шартқа отырғаннан кейін ол біздікі оқытып шығу жаңағы шақыртақысын төлеп бәрін оқытып шыққасын, жұмыс беруші ол кісінің міндетті түрде сол жерге жұмысқа алады өзіне. Жаңағы жеке кәсіпкер болсын, ауыл шаруашылығына болсын да, қай жерде болсын, ол кісінің жұмысқа алу үшін осы Қарағанды қаласында да әртүрлі мамандықтармен беріп, бүгінгі таңда жұмыс оқытқызылып жатыр. Біз енді бағыттау туралы анау мектеп жасынан бастап кәсіптік бағдар өткізеді. Сол студенттер, бітіріп жатқан түлектер бүгінгі таңда сол бағдарламаларды біз жаңағы
көптеген жоғарғы университеттерге де, колледждарға да біздің ақпараттарды іліп, бүкіл түсіндірім жұмыстарын жасап кеттік. Но бүгінгі таңда сол, өйткені ол сіздердің ертеңгі жұмыс берушілердің, оқушылардың, ол ертеңгі жұмыс берушілердің жұмысқа қанша пайыз жұмысқа тұрғызды, сіздердің де нелеріңізге жатады. Сол емес пе? Ол да бақылауға жасады. Сол себептен сол студенттер, бүгін жастарымыз, жаңағы өзіңіз айтып кеткендей, көптеген студент өз мамандықтарымен жұмыс жасамайды. Мысалы, 4 жыл оқып келді, бір пример бар, шетел тілін оқыған. Мен айтамын, шетел тілін оқыдым, давай мен сізді жастар практикасымен жіберейін. Мына жерде мене бір компания бар, сол жерге керек. Жастар практикасымен ол тұрақты жұмыс қалады. Ол міндетті емес, жастар практикасында 12 ай жұмыс істеу. Өзің қалай көрсетті, 2 айдың ба, 6 айдың ішінде арманға жұмысқа тұрып кету болады. Но бірақ та ол маман кеп 4 жыл оқып, сосын айтады, жоқ, мен жұмысшы мамандыққа оқығым келген дейді. Жаңағы аспазшы ретінде оқығым келеді дейді. Бір жігіт келді, жаңағы дәнекерлеуші ретінде оқығым келеді дейді. Мен айтамын, 4 жыл неге оқыдым? Енді мен осы мамандық, жоқ, мен ол мамандық маған ұнамай тұр. Мен осы мамандықпен жұмысқа бар. Енді ол баланы біз бүгінгі таңда оқытып шығарып, өз мамандығымен жоғарғы оқу білімін алған емес, жаңағы 6 айлық курспен жұмысқа тұрып кетті ол. Бұл жаңа айтып жатырмын ғой, мамандығын дұрыс таңдамайтын балалар кездеседі, ата-анасының айтқанымен жүреді деген, әлі де бізде қалмай келе жатыр ол әдет. Кәсіптік бағдарды біз мектеп жасынан өткізетінбіз бұрын, биылғы жылы балабақша тарапынан бастап Baby Skills деген конкурстар өткіздік. Оған қатысқанда барып көрген кезде, көрсеңіздер, ата-аналардың өзі балалармен бірге жұмысынан сұранып, бірдеңелерін дайындасып, сағалап, көмектескісі кеп, балалардың да жаңағы көзі жанып, ата-ананда. Соны биыл біз балабақшадан бастадық. Baby Skills деген осы колледж өткізді. Келесі жылы барлық колледжге мен талап қойып отырмын. Келесі жылы барлығын осы балабақшалармен, бірнеше балабақшамен келісімге отырып, осы шараны өткізіп отырыңыздар деп. Сонда балабақшада бір мамандықты көреді, мысалы мектепке келгеннен кейін әрі қарай басқа ауыстырса, ол мектеп жасында уже ауыстырып үлгереді. Ауыстыратын болса, оқып болғаннан кейін емес. Сіздің пікіріңіз бе? Baby Skills-ты негізінде тамаша. Негізінде оны ұлттық нақыш тұрғыда өткізсеңіздер сол жерде, негізінде. Ең бастысы тіл жүйерде. Қазақи тұрғыда жаңағы сол жерде үйретіп, қай өзге ұлттық азамат балалар болса да айырмашылық жоқ. Сондықтан жаңағы ұлттық нақышты алып нетсеңіздер, дегенмен ертең ол тілді білгеннен кейін, ұлттық патриоттық сезімге келгеннен кейін, ол сол билікке өз мемлекетіне қызмет ететін болады. Жақсы, қабылданды. Бұл жұмысшы мамандықтары бүгінгі таңда нарықта бізге керек. Жаңағы жүргізушілер керек. Дәнекершілердің өзінің 4 түрі бар. Сол түрін мен жіберейік көрсе жүрге. Жоқ, ол жаңағы, мысалы, сол бағытта кішкене жұмыс жүргізсе деп ойлаймын. Өйткені жұмысшы мамандықтарына қарай, жаңағы айтып кеткенде, заводтарда, шахта жүргізушілер өте қажет болып жатыр бүгінгі таңда. Жалақылары да бүгінгі таңда жақсы. Біздің нарықтағы осы Қарағанды облысы бойынша ол жүргізушілердің жалақылары 400-ден 700 мыңға дейін барады. Жаңағы Горком Транс деген бар. Ол жерде де ол өздерінің жатақханасын беріп тұр. Ол жерде 300-400-ге дейін таж, ол жұмысына байланысты, қандай мамандықпен жүргізушілердің, қандай жүргізушілер орындалатын. Ол жерде де бар. Сол жастарға кішкене насихат жүргізіп, соны түсіндіріп айтсақ, осы кезде де мен осы эфирді пайдаланып айтып кетсем, рұқсат болса. Әрине. Жастарды бүгінгі таңда, мысалы, жаңағы ақырғы 5 жыл бітірген, биылғы бітірген түлектерді де осы еңбек мобильдік орталықтарына келіп, ол жаңағы Тәттімбеті 709 орналасқан, және де аудан қалаларда да орналасқан біздегі мансап орталықтарына барып, тікелей осы жастарды жұмысқа тұрғызу, жұмыс іздеп жүрген адамдар болса да, осы мамандықтар, өз іздеген мамандықтармен басқа мамандық алам десе де, солмен оқып, жұмысқа тұрғызуға бұл жерде өте жәрдемдесетін болады бұл жерде. Қоғамда жұмысшы мамандықтарына сұраныс көп. Жоқ әлде лайықты мамандар даярламай жатыр ма? Ермек Төлеуұлы, сіз қалай ойлайсыз? Енді мемлекет тарапынан негізінде көптеген көңіл бөлініп отыр жұмысшы мамандықтарына. Кезінде заманауи жаңағы технологиялар алынған болса да, қазіргі кездің өзінде біраз деген колледждардың жаңағы аспаптары сай келмей жатыр да, кәсіпкерлердің талаптарына. Мысалы келетін болсақ, Саран индустриялық зонада бізде жаңағы үлкен алпауытты компаниялар ашылып жатыр. Жаңағы Қазтехна деген, Silk Road деген, мысалы, солар өздерінің жаңағы жұмыскерлерін таба алмай отыр, мысалы, жергілікті жаңағы колледждан. Өйткені олардың жаңағы нелері кішкене сай келмейді да, енді олар
даярлауға мәжбүр болып отыр сондай. Сондықтан негізінде ондай алпауытты компаниялар келердің алдында, мысалы әкімшілік біледі ғой қандай инвесторлар келеді. Соны 1 жыл бұрын кем дегенде немесе 2 жыл бұрын жаңа алдын ала хабарландырып беріп, осындай бізге мамандар керек деп алдын ала дайындаса, сол кезде кішкене уақыт тұрғыда отырушы едік мысалы. Сіздер соны қолға алып жұмыс істегендеріңіз дұрыс болады. Сіздердің ең басты мақсаттарыңыз сол жастармен бірігіп жұмыс істеу, жастарды ертең жұмыспен қамту. Бірге мына мемлекеттік органдар тұр мысалы өте жақсы, өте керекті жаңағы бағдарламалар енгізіліп жатыр. Соларды қолға алып бірге жұмыс істесеңіздер дұрыс болады деп ойлаймын.